Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Сандуғаш. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, ауызда ерейтін, жасалуы жеңіл Наполеон тортының жасалу жолын сұнамын. Құрам мен мөлшерін описание бөліміне жазып қалдырамын. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға електен өткізілген ұнымызды салып, үстінен маргаринімізді немесе майымызды саламыз. Наполеон тортында маргарин пайдаланған дұрыс, тестамыз қатты майлы болып сонда. Осылай видеодағыдай қылып крошка жасап аламыз. Екінші ыдысымызға салқын суымызды және бір жұмыртқамызды, шым-шым тұзымызды, біраз қасық уксусымызды қосып, барлығын араластырып, сұйық массамызды ұнымызға саламыз. Енді сұйық массамызды осы ыдысымызға құйып, барлығын бір келкі етіп араластырамыз. Бастары біріксе болды, көп араластырудың керегі жоқ. Бетін жауып, холодильникке 1-2 сағатқа салып қоямыз. Енді кремін жасауға кірісейік. Жұмыртқаның сарысына шекерімізді салып, сүтімізге құйып, жақсылап араластырып аламыз. Кукурузный крахмал салып, жақсылап араластырамыз және осылай кремімізді дайындаймыз. Астына баяу отта осылай қайнатып аламыз және үнемі қозғап отыру керек, немесе асты қатып қалуы мүмкін. Басқа ыдысқа ыстық кремімізді құйып, пищевой пленкамен жауып, холодильникке қойып қоямыз. Сонда тез суиды. Холодильникте тұрған тестамызды алып, 9-10 бөлікке бір етіп бөлеміз. Осылай бөліп болған соң, қалғанын біреуін қалдырып, қалғандарын тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Немесе еріп кетеді. Осылай жұп-жұқа қылып қамырымызды жайып, қызып тұрған 180-200 градус пеште 10-15 минут көлемінде беті қызарғанша пісіреміз. Салқын сливкимізді алып, жақсылап араластырамыз. 33-35%-дан төмен болмауы керек. Осылай қою болғанша араластырып, енді заварной кремімізге қосамыз сливкимізді. Креміміз дайын. Енді тортты жинауға кірісейік. Видеода көрініп тұрғандай, арасына 2 қасықтан крем жағып, тортымызды жинаймыз. Және достар, менің каналымнан керемет жаңа рецептерді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп қоңыраудың басып қоюды ұмытпаңыздар. Міне осымен Наполеон тортымыз дайын. Жасап көруге кеңес беремін. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Сандуғаш.